Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ұлданай қазақша рецепті ең дәмді, оңай жасалынатын панкейктің рецептісімен бөлісетін болады. Бұл рецепттің құрамындағы мөлшерінің барлығын астына эпизодына жазып қалдыратын боламын. Видеоның соңына дейін толығымен менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей араластырып алдық. Енді жылы сүтімізді қосамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Араластырып болған соң енді ұнымызға қопсытқышымызды алдын ала қосып дайындап аламыз. Енді массамызға ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп араластыратын боламыз. Міне ұнымызды араластырып алдық. Енді ерітіп дайындап қойған майымызды құямыз соңында. Енді жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай сүйек масса шықты бізде. Енді біз табамызды қыздырып аламыз. Міндетті түрде құрғақ болу керек. Және осылай кішкене құйып пісіріп алатын боламыз. Астыңғы жағы пісейін деп жатқан кезде осылай бетіне түйіршіктер пайда болады. Түйіршіктер пайда болған кезде келесі бетіне ауыстыруға болады. Осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Панкейкіміз пісті. Міне достар, қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Өте оңай рецепт. Қолжетімді бағадағы рецептермен жасалынады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.